Сәлем достар, Катар туралы менен көп адамдар сұрайды, жұмысы туралы, өмір туралы әртүрлі ақпарат сұрайды. Сондықтан бұл видеода мен Катар туралы айтатын боламын. Катардың зарплаталары қандай, Катардың плюстары қандай, Катарда өмір туралы, Катардың жұмысына қалай орналасамыз, сол сияқты әртүрлі Катар туралы информация бергім келіп тұр сіздерге. Пайдалы болады деп үміттенемін. Біріншісі, ол Катардағы зарплаталар. То есть зарплаталар мында әртүрлі. Компанияға байланысты, адамның опытына байланысты, уровеніне байланысты. Мысалы, мен просто инженермін. Мында ведущий инженер деген бар, мысалы, менеджерлар бар, әртүрлі. Сондықтан өзгере береді. Бірақ жалпы барлығымызда зарплата өте жақсы. Мысалы, біз мына қанша қазақтар бар, қанша жылдан бері тұрып келатыр, и жағдайлары жақсы да. Олар кетпегеніне қарағанда басқа жерге, бұл жерде зарплаталар жақсы, барлық жағынан өмір сүруге қолайлы деген сөз да. Енді сізге конкретный цифрларды айтатын болсам, менің өзімде сейвингс деген нәрсе бар ғой, то есть бүкіл расходтарды алып тастағанда қалтаңда қалатын ақша примерно 1 миллион теңге мен сейвингс жасай аламын қазіргі зарплатамен. Экономдап дұрыстап жүретін болсам, бірақ енді шалқып өмір сүретін болсам, прайс тегке қарамай тек ала беретін болсам, онда может 500 мыңдай қалатын шығар қалтада. Мен білем, мысалы, тышода істейтін кейбір адамдар бар, зарплаталар 2 миллион, мысалы. Олардың сейвингстары менен де көп. Себебі үй өзінікі, Атырауда тұрады да, мысалы, бұрыннан бері. Тек қана тамаққа, мектепке төлейді, болып қалған ақша қалтасына алады. Может, 1,5 миллион болатын шығар. Или сол примерно 1 миллион теңге қалуы мүмкін қалтасында. Сондықтан ол жағынан Катар прям айтарлықтай көп емес зарплата. Но басқа плюстармен Катар бәрібірде озып кетеді да Қазақстанда. Мен оны қазір айтам, қандай плюстар бар екен. Сол менің өзімде сондай зарплата. Кейбір адамдарда, ведущий инженерларда сейвингс 2 миллион болуы мүмкін да айына. Әртүрлі. Кейбіреулерде менен де аз болуы мүмкін. Компанияға да байланысты. Сол енді екінші мәселе, мен allowances туралы айтқым келіп тұр. То есть соцпакет туралы. Қазақстанда соцпакет дейді ғой, мысалы, тышода. Медстраховка деген сияқты. Сол сияқты бізде Катар Энерджиде қандай соцпакет бар, соны айтайын. Біріншісі, ол transportation allowance, яғни жүріп келуге, мысалы, таксиге, анда-мында саған ақша керек қой, соны компания береді ай сайын. Белгілі бір мөлшерде сол жетеді, негізі бір семьяға жетеді. Мысалы, машинасы да жүруге болады да, бірақ машина болған өзіңе ыңғайлы. Екінші соцпакет, ол не? Медицинская страховка. Катар Энерджиде өте жақсы страховка. Басқа компанияларда тоже бар медстраховка. Жалпы айтатын болсам, Катарда экспаттарға өте жақсы жағдай жасалған. Неге? Себебі енді бұл жерде климат ыстық, адамдар мына келіп жұмыс жасауға мотивация болу үшін барлығын жасағанда жағдайда. Ол тек Катарда емес, Сауди Арабия болсын, Эмираты болсын, барлық жерде экспаттарға жақсы жағдай жасауға тырысқан. Бірақ ең жақсы соцпакеттер ол сол мұнай компанияларында, мысалы, мұнай компанияларында да, Катар Энерджи болсын, NOC болсын, басқа да әртүрлі компаниялар, но примерно бірдей соцпакеттер. Енді медстраховкаға қайтып оралатын болсам, өте жақсы медстраховка, QLM деген страховая компания бар. Сол страховая компанияның премиум пакетін дейміз бізде Катар Энерджидің сотрудниктері. Любой мықты клиникаға барып қараласын, барлығы тегін. Дәрілер бәрі тегін, өте жақсы. Мен мысалы өзім қалтамнан әлі ақша құртпадым. Қанша, уже 1,5 жыл, почти 2 жыл жұмыс жасап жатырмын. Барлық расходтарды страховка жауып жатыр, Құдайға шүкір. Онымен қоса еще не бар? Стоматологияға ақша беріледі. То есть бір объем бар, ақшаның, соны құрталасын сен. Ол біршама ақша екен да, өйткені мен өзіме даже имплант жасап алдым сол ақшаға.
енді импланттың да өте қымбат болған үшін ана страховканың ақшасы полностью жапқан жоқ, бірақ примерно 90% жапты. Және мен өз қалтамнан көп ақша шығармадым сол үшін. Сондықтан өте жақсы медстраховка. Енді тағы бір соцпакет, ол жыл сайын саған компания Қазақстанға барып қайтуға ақша береді. То есть ақша бермейді, ақша береді бүкіл семьяңа. То есть барып келуге қанша ақша кететін болса, Qatar Airwayspен сол сумманы саған береді. Ол да өте үлкен сумма, біршама ақша. Сол бар. Сосын furniture allowance деген нәрсе бар. Ол яғни Қазақстанда подъемный деп атайды ғой. Жұмысқа орналасқанда саған үлкен бір сумма береді. Мысалы Америкада signing бонус деген нәрсе бар. Сол примерно бірдей. Мысалы ол ақшаны береді. Енді примерно маған 6 миллион, 7 миллион теңге шамасында берді. Ол ақшаны сен бірақ 4 жылдың ішінде кетіп қалатын болсаң қайтаруың керек. Бірақ белгілі бір мөлшерін ғана. Мысалы 1 жылдан кейін сен 40%-ын уже алып тастайсың, тек қана 60%-ын қайтаруың керек. 1 жылдан кейін егер жұмыстан кеткің келсе, 60%-ын қайтаруың керек. Потом тағы 1 жыл жасасаң, одан да азын бересің. Сөйтіп азай береді да, 4 жылдан кейін уже сен кетіп қалсаң да, ол ақшаны қайтармайсың. Бұл енді адамды жұмысқа компанияда сақтап қалу үшін жасалған нәрсе ғой. Тағы бір соцпакет, ол перформанс бонус. Ол деген ТШО-дағыдай жыл сайын бір бонус беріледі. ТШО-да, конечно, 4 бонус беріледі. Бірақ мұнда бір бонус беріледі, бір зарплата беріледі. Көлемінде ақша, біршама ақша. Бірақ base salary емес, полный зарплатының ақшасын береді. Ол жақсы. То есть base salary деген бар, жалпы Qatar Energy'да зарплата. Оған плюс квартираның ақшасын береді. Плюс бана transportation ақшасын береді. Соның барлығын қосқанда сол бүкіл бір зарплата болып саналады. Басқа компанияларда сразу зарплата береді. Оларда base деген нәрсе жоқ. Содан кейін тағы бір соцпакет, ол банағы не отпуск, өте жақсы отпуск. Өйткені кейбір компанияларда отпуск деген нәрсе жоқ. Мен мысалы досым бар, олар отпускқа шықса зарплата азырақ алады. Сондықтан олар особо шықпайды отпускке. Qatar Energy'де жақсы, сен отпускке шықсаң да зарплатың жүре береді. Сосын, кстати, Қазақстанда отпускке шығардың алдында саған отпускной зарплата береді ғой. Заранее береді. Мысалы, 1 ай қалсаң, отпуск саған отпусктың алдында 3 күн бұрын ақша береді. Банағы отпускной дейді ме, ұмытып қалдым атағандай. Соны береді, и содан кейін уже отпустан кейін келгеннен кейін сен зарплата алмайсың да, бір түрлі андай. Отпуста құрып тастайсың сол ақшаңды. Отпустан кейін ақша алмаған бір түрлі сезіледі. Катарда ондай емес екен. Білмеймін, как минимум біздің компанияда ондай емес. Отпусқа шыққанда саған ештеңе бермейді, бірақ 1 айдан кейін сол зарплатаны как обычно ала бересің. Маған солай ыңғайлырақ ұнады. И 37 рабочий день именно. То есть, мысалы, календарный день емес. Мысалы, мен 1 апта отпуск алсам, 7 күн ғой 1 аптада. Бірақ менің тек қана 5 күнім кетіп қалады да, себебі рабочий день, 37 рабочий день отпуск деген. И, соответственно, мен деген көп күн алам да. 37 күнді алып болу үшін сенде примерно 1,5 ай кетеді. Онымен қоса еще не бар, айттарға демалыс беріледі 1 аптадай примерно. Мен алдына есептедім, барлық осы айттың демалыстарын қоссам, отпускты қоссам, примерно 2,5 ай демалады екен. Вообще ондай отпусқты мен ешқай жерде көрген жоқпын, керемет вообще. Сондықтан болса керек, Катарға келген жалпы қазақтар осы жерде тек бәлен жылдан бері тұрып келе жатыр. Өйткені жақсы, условиялар өте жақсы. Тағы бір соцпакет, ол education assistance деген нәрсе бар. Банағы 4 балаға дейін сенің бүкіл балаларының оқуларын жабады. То есть, мысалы, балаларын мектепке бересің ғой, сол ақшаны олар полностью төлейді компания. Өте жақсы нәрсе. Мен мысалы өзім балаларыма мектепке почти ақша құртпаймын. Кішкене үстінен қосып төлеймін, бірақ көп бөлігін жауады. Примерно 90%-ын жауады. Мен есептеп көрген жоқпын, бірақ көп бөлігін жауады.
сол мектептен өте қымбат Катарда, өте қымбат. Сондықтан бізде қаласында білесіздер ғой қандай қымбат международный мектептер, английский үйрететін бағандай. Атырауда Silkway бар, Алматыда, Астанада, там басқа да әртүрлі мектептер бар ғой осы международный. Сол сияқты бағалар примерно. Мысалы менің балаларым сабағы бір балаға 500 мыңдай айына кетеді. Ну, по идее, негізінде английскийді ескеретін болсаң, ол өте арзан. 500 мың теңгеден өте арзан. Именно английский оқытқың келсе, баланы мысалы Алматыда английский оқытқың келсе, там Халибериге беру керек та, басқа да мектеп бар тағы біреу, соған беру керек. Ол жерде бағалар қымбаттау. Даже Катарға қарағанда қымбатта. Я ол жерде де native speaker'лар береді, бірақ ол жерде қымбаттау Алматыда. Мына жерде даже арзанырақ екен. Осы мен Алматыға барғанда жақында салыстырдым. Халиберида примерно 700 мың теңге сияқты бір балаға. Ну, классқа байланысты. Сондықтан мына жерде 500 мың берсең, получается бір балаға 1 миллион теңге кетеді айына. Бұл айына, то есть мен жылда то есть жылына деп береді ғой бағаны мектеп. Осынша тұрады деп. Соны алдында 12-ке бөліп тастадым. Сонда бір айда примерно 500 мың шығып тұр балаға. И оны компания төлейді. Примерно, наверное, 450 мың ба сондай төлейді. Ар жағында аз ғана ақша қалады, соны сен өзің бересің қалтаңнан. В общем, education assistance 4 балаға дейін полностью жауады образованиенің ақшасын, өте керемет. Сол, тағы бір соцпакет бар. End of service benefit деген нәрсе бар. Ол деген, мысалы, мен компаниядан шығып жатсам, маған осы компанияда жасап кеткен үшін ақша береді. То есть бір жыл жасасам, маған бір айдың зарплатасын береді. Бірақ base salary береді. 2 жыл жасасам, 2 айлық salary береді. Сөйтіп көбейе береді. То есть чем больше сен жұмыс жасайсың бұл компанияда, и жұмыстан кетіп отқанда, тем больше ақша аласың. Так, енді тағы бір плюстар бұл компанияның бізде не бар. Катардың батыс жағалауында Духан деген жер бар. И сол жердің именно пляжы өте күшті. Су мөлдір, топырақ ақ. И сол жақта осы Катар Energy несі бар. Духан Beach Club деген жер бар. Сол жерде аквапарк бар, бассейн бар, пляж бар. Керемет, тек қана ол жерге компанияның сотрудниктері барады. Сол тоже үлкен плюс. Біз постоянно барамыз сол жаққа. Өзімен бірге достарыңды апарсаң болады. 4 взрослый, то есть 2 семьяны алып кетсең болады. Балаларсыз или бір семья балаларымен. Мысалы, папам олар келгенде оларды апарамыз да сол жаққа. Сондай бір жер бар. Потом не бар. Компания не береді еще. Суды береді машина алуға. Car loan деген бар. Саған там 5 зарплата көлемінде ақша беріледі. 5% кредит қой, былайша айтқанда, рассрочку 4 жылға. 5 зарплата дегенде 5 base salary. Солай. Біршама ақша, по идее. Сосын, кстати, вот мен Праданы сөйтіп алдым да. Көп ойлайды, мен келді де там көп ақша табады. Сразу Прада сатып алды деп ойлайды. Жоқ, мен деген суды қолдандым компанияның. Сондықтан ондай машина алып алдым. Бірақ негізінде, даже если бағасын салыстыратын болсаң, Катарда өте арзан екен машиналар. Не екен білмеймін. Мысалы, Прада почти 2 есе арзан Қазақстанға қарағанда. Да, 22 миллион тұрады Прада. Қазақстанда там 40 миллион болсындай. Сол, енді комплектация мәселесі бар. Бәрібір де, примерно салыстырсаң, бәрібір арзан Катарда. Почти 2 есе арзан машиналар. Сол, потом, тағы не айтайын деймін. Так, еще не бар. Катар Energy'ге жасасаң, әртүрлі жерлерде скидкалар бар. То есть мен Катар Energy'ді жасайын десең, саған скидкамен береді. Гостиницалар, ресторандар, әртүрлі дүкендер. Сондықтан ол да бір жақсы, приятный бонус. В общем, осы, бұл екінші тақырып. Біріншісі зарплата туралы айттым, екіншісі соцпакет туралы айттым. Енді әр компания әртүрлі. Енді соцпакет жағынан алатын болсаң, осы Катар Energy номер 1 болып саналады.
басқа компанияларда может ондай күшті емес соцпакет, но зарплата көбірек болуы мүмкін, әртүрлі. Вот. Енді үшінші тақырып, үшінші мәселе ол мен айтқым келгені Qatar Energy'дағы осы жұмыс қиындығы қалай. Кейбіреулер сұрайды да менен, қиын ба жұмыс жасау қалай деп. Мен айтайын сізге, вот ТШО-да жұмысты білесіздер ғой да, примерно. ТШО-да мысалы қатты стресс жоқ жұмыстан, дұрыс па? Сен мысалы 6 болды ма кетіп қала аласың жұмыстан. Енді, конечно, жұмысына байланысты кейбіреулер мысалы finance департамент түнге дейін жұмыс жасай береді, олар отчет жабу керек. Или там бурение, там кім реально жұмыс істейді, қара жұмыс, там қиын жұмыс, олар қала береді. Өйткені бизнес, мысалы мұнай болса, мұнайға қатысты бүкіл нәрселер өте маңызды. Олар там ол инженерлер көбірек жұмыс жасайды бәрібір. А біз мысалы IT сияқты адамдар, олар там 6-да кетіп қалса жұмыстан ештеңе болмайды да. То есть 6-дан кейін жұмыс жасау керек деген нәрсе жоқ. Андай расслабленно, нормально жұмыс жасайды ТШО-дағы инженерлер, жалпы адамдар. Көбі. Енді Qatar Energy дейтін болсам, ТШО сияқты, может даже одан да расслабленно жұмыс жасауға болады. Qatar Energy деген жалпы Қазмұнайгаз компаниясы ғой, былайша айтқанда. Катардың гос компаниясы. Qatar Energy'нің астында бүкіл басқа мұнай компаниялар. Qatar Газ барлығы соның астында. В общем, солай бұл жерде жұмыс, в принципе, расслабленно деп айтуға болады. Тем более жұмыс там 7:30-нан 3:30-ға дейін. Өте ыңғайлы да, 3:30 жұмыстан шығасың, болды сияқты. Көп уақытың бар. Семьямен болуға, қыдыруға деген сияқты. Өте жақсы бұл жағынан. Енді сондықтан жұмыс прямо қатты қиын деп айта алмаймын. Но енді сен бурениеде болсаң, заводта болсаң, конечно, жұмыс қиын болуы мүмкін. Но біз сияқты офиста отыратындарға ондай қиын емес. Енді төртінші тақырып мен айтқым келген ол Катардағы уровень жизни, да? То есть не үшін Катарға қызығады, даже зарплата. Мен адамдарға тоже көбі сұрайды, менен зарплата аз болып тұр, барайын ба Катарға дейді. Мен айтамын, бәрібір деймін, бар, себебі бұл жерде уровень жизни басқа. Мысалы, сен балаларың ағылшынша үйрене алады. Зарплата аз болғанмен басқа да плюстар бар да. То есть сен сол уровень жизни туралы айтқым келіп тұр. Бірінші мәселе, бізге ең маңызды мәселелердің бірі ол ағылшынша мектеп. Және жақсы мектеп, частная школа, компания полностью жабады, и мен прям бір жылда уже балалар ағылшынша сөйлей алады, спокойно түсінеді, сөйлей алады. Ол жағынан керемет. Екінші мәселе ол инфраструктура өте жақсы дамыған, вообще топ деп айтуға болады. Даже американецтер мақтайды Катардың там аэропортының инфраструктурасын. Өйткені енді ақша бар, құйғанда ақшаны аямай еліміз дамысын деп реально дамытқанда. Негізі бұл даму мен білуімше 97 жылдар ма, в общем, бұрында патша болған, сол патшаның баласы өзінің әкесін билікті қолына алып алған ғой, короче. Әкесі мемлекеттен шыққан бір жерге барған поездкаға, соны қолданып өзінің қолына алып алған билікті баласы. Бірақ ол баласы именно сол кісі Катарды дамытқан. То есть үлкен өзгерістер жасаған, инвестиция тартқан, сразу содан кейін небоскрептер толып кетті Катарда, андай дамыған елге айналды содан кейін. Сондықтан енді инфраструктура мықты. Барлық жер мрамор, метросына кірсеңіз тап-таза мрамор барлық жер. Көшелерде мрамор, кондиционер барлық жерде. Мысалы, мен Кипрда, Турцияда тұрып көрдім. Ол жерде де ыстық, бірақ кондер қоспайды. Өйткені өте көп энергия қажет етеді ғой кондер. Сондықтан сен мысалы терілуі мүмкінсің да, кафеге кіресің, кондер қатты дұрыс жұмыс жасамайды, терілесің. Некомфортно да. Мына Катарда кондиционер барлық жерде. Машинада, кафеде, молда. Вообще күн жанып тұрса да, жазда вообще сезбейсің, өйткені кондиционер барлық жерде. В общем, Катарға келіңіз. Қазір әртүрлі тур пакеттер бар. Қымбат емес. Мен жақында қарадым, бір адамға 120 мың тудаға барады, бір аптаға с проживанием. Өте жақсы. Келіп көріп кетіңіздер, көресіз, что мына жерде шынымен инфраструктура өте жақсы. Жолдар вообще керемет, пробка вообще болмайды деп айтуға болады.
аздап қана пробка болады, ол бірақ пробка деп даже айтуға келмейді да. Алматының пробкаларын білетін болсаңыз, өте жақсы ойластырып жасаған жолдар, андай развязкалар бар. Сосын халық қатты көп емес, негізі 2,5 миллион халық бар Дохада. Алматы сияқты примерно, даже одан 2 есе аз. Алматыда негізі көп адам, неофициально. Сол, в общем, инфраструктура керемет, Катардағы уровень жизни туралы айтып отырмын ғой. Ауа райы жақсы, керемет. 6 ай керемет, жылы ауа райы болады, және 6 ай ыстық болады. Но ыстықта тоже қатты сезілмейді, себебі сен постоянно офиста отырасың, балалар мектепте кондиционер, машинаға кірсең, машинада кондиционер, молға барсаң, тоже кондиционер. Вообще, бұл жерде ыстық мәселесі негізі проблема емес ешқандай. Керісінше, постоянно пляжға барасың. То есть, маған ыстық вообще проблема емес. Тем более, мен Атырауда туып өстім, Атыраудың ыстығын білесіздер. Атырауда спокойно тұрған адам Дохада спокойно тұрады, қиналмайды вообще. Сол, потом тағы бір плюс, это море, Персидский залив, күшті теңізге шомыласың постоянно. Потом тағы плюс ресторандар, ресторандар өте мықты, өте дәмді тамақтар. Мысалы, біз Алматыға барды алдында, мен бүкіл семья отравиться етіп қалды. Тек мен, по-моему, не отравился, барлығы отравился, балаларым құсып бітшіт болды, короче. Вроде жақсы ресторан, но тамағы тұрып қалғанда, то есть тамақ кішкене тұрып қалса, бере береді да, мысалы. Сондықтан болса керек, біз уже 2 рет отравились, 2 кафеде. Сондықтан, мына жерде ешқашан ондай болып көрген жоқ. Бағанағыдай контроль жақсы ма, не знаю, тамақтар өте дәмді, жақсы. Сол. Сосын тағы бір плюс, инфраструктура туралы айтып отырмын ғой. Мына жерде молдар жақсы. Топ тұрғандай нелер, ТРЦ-лар. Үлкен молдар бар. Вообще в регионе самый ең үлкен мол бар мұнда. Вендом деп аталады, даже ана Дубай молдан да үлкен да. Сондықтан ол жағынан жақсы. Және бүкіл брендтер бар, мировой брендтер, киім болсын, басқа заттар болсын, не керек болса таба аласың. Нағыз табылмайтын бір уникальный зат болса, оны Амазоннан заказ бересің, алып келеді. Мысалы, Амазонның, кстати, несі, неде бар, Эмиратыда Амазонның склады бар. То есть, Эмиратыда тұрғанда бір нәрсе заказ берсең, сразу сол оны келеді. Катарда өкінішке орай ондай жоқ. И почему-то Катарға сол Эмиратыдан келмейді, Амазоннан, Америкадан келеді. Бір какой-то алдында бір кездері конфликт болған, бүкіл Катарда жауып тастаған, еш нәрсе алып келмейді, сондай бір не болған, бойкот жасаған Катарға. Сол кеткеннен ол бойкотты алып тастады, бәрі жақсы қазір, бірақ сонда да Амазон почему-то доставка жасамайды. Ладно, ол маңызды емес. Так, енді и последний пункт инфраструктура. Әртүрлі бағанағыдай развлечениеға арналған көп нәрселер бар. Там, мысалы, қар керек болсаң, там не бар? Қарлы жер бар. То есть әдейі бүкіл молдың ішінде искусственно жасап қойған. Кіресің кәдімгі ішіне, куртка киесің, шапка киесің, салқын кәдімгі. Қар бар, сырғанайсың, не бар, каток бар, в общем, барлығы бар. Кинотеатр десең, мықты кинотеатрлар бар. Тағы не бар, бағанағыдай аквапарк бар. В общем, жетеді бүкіл семьяға, қызықтың бәрі бар. Так, енді 5-ші тақырып. Ол деген, жалпы Катарда біз не істейміз, өміріміз қалай өтеді, соны айтып кеткім келіп тұр. Шетелге барғысы келетіндерге қызық болады деп ойлаймын. Біріншісі, ол жалпы біз не аламыз, отпуск аламыз. Отпускты балалар school break болғанда аламыз. То есть бізде 90-ның араларында демалыс болады, Қазақстанда каникулы, сол сияқты мында каникул бар, бірақ ұзақтау каникул. Бір апта, кейде там 10 күн болып кетеді, кейде 2 апта болуы мүмкін, крисмасқа мысалы көп уақыт демалыс болады, 4 демалыс болады. И сол әр демалыста отпуск алып, семьямен бір жерге барамыз да, баруға тырысамыз. Екіншісі, біз бағанағы айтқандай пляжға барамыз, Духанға.
аптаның соңында. Сосын молдарға барамыз, там кинотеатр, там шопинг деген сияқты. Сосын үйде уақыт өткіземіз көп. Үйде балалардың сабағын оқыту керек деген сияқты. Сосын бір қызық нәрсе бар, мындай айтайын деген. Кстати, вот балалар қағасында садикке барады ғой, сол кезде садикте ұйықтатып тастайды ғой 2-3 сағатқа, потом түні бойы ұйықтай алмайды да бала, 11-де жатады. Мұнда ондай жоқ, садикке барса да садикте ұйықтатпайды, и соответственно бала ерте жатады. Балалар мысалы менде 7-де ұйықтап қалады уже, максимум 8-де ұйықтайды. Неге? Себебі олар таңертең ертеде 6-да тұру керек. Сондықтан оларға көп ұйқы керек. Біз басында шок болдық, қалай адам бала 7-де 8-де ұйықтайды деп, бірақ қазір уже үйреніп кеттік. Ол обедте заты ұйықтамайды да, түнде бір ұзақ ұйқысын ұйықтайды. Сондай бір нюанс бар. Сол потом әртүрлі Катарда нелер болады, әртүрлі ивенттер болып тұрады, әртүрлі әншілер келеді, 50 Cent, Мейкондар келеді, там Дэвид Гетта бар, потом F1 алдында жарыс болды, допустим, Формула-1, банағы не болды, выставка болды машиналарын, FIFA болды, чемпионат деген сияқты. То есть әртүрлі осындай ивенттер болып тұрады, соған баруға тырысамыз. В общем, солай өміріміз өтеді. Енді 6-шы тақырып, болашаққа деген планың қандай, сол туралы айтып өттір. Жалпы Катарда постоянно болған деген өтір әңгіме, себебі 60 жасқа толғанда сен уже пенсияға шығарады и саған сау бол деп айтады, қай компанияда жасасаң да, себебі сен уже керек емессің. Мына жерде виза болмаса тұра алмайсың Катарда. Менде қазір рабочий виза. Былай просто так виза бермейді, тек қана недвижимость алсаң, квартира бір нәрсе сатып алсаң, сол кезде ғана виза береді. И то квартира өте қымбат. Вот. Сол. И сондықтан ана 60 жаста пенсияға шығып, уже кету керек боласың сразу мемлекеттен. Сол кезде, наверное, Қазақстанға қайтатын шығармыз. Құдай қаласын. Енді оған дейін аман болайық, 25 жыл бар пока. Бірақ сонда да енді в принципе нормально, комфортно өмір сүріп, ақша жинап, жайлап копить етіп, 60 жылда пенсияға шығып, нормально өмір сүріп болады Катарда. Бірақ мен өзіме әртүрлі мақсаттар қойғам, просто сіздермен тоже бөлісейін. Мен жалпы өмірімде бір рет болсын, бір мектеп құрғым келеді да, балалар сол жақта оқып білім алса. Бірақ мектеп құру үшін көп ақша керек. Примерно там 300 миллион теңге керек. Даже одан да көп, 600 миллион. Уровеньге байланысты. Сондықтан сондай бір өзіме бір мақсат қойғам. Сол үшін параллельно жұмыстан тыс бизнеспен де айналысуға тырысамын. Продюсерлік деген бір нәрсе бар, сонымен айналысып отырмын қазір. То есть басқа адамдарға жеке бренд құрып, соларды дамытып деген сияқты. То есть бір параллельно бір бизнес жасауға тырысу керек. Хотя бы недвижимостьке инвестиция жасау керек. Алматыдан квартира алыңыз, мысалы, ақша жинап жинап. Сосын оны аренда беріп қойсаңыз, Алматыда точно квартира далаға кетпейді. Өзінің ақшасы, құны көбейе береді жылдан жылға. Солай істесеңіз болады. Катарға келіп алыңыз, шетелге шығып алыңыз, потом уж понятно болады. Сол менің болашақ пландарым, құдай қаласа сондай. И последний пункт, 7-ші пункт. Енді сіз осының бәрін көріп, ұнаған болса, енді Катарға келем десеңіз, шетелге шығам десеңіз, жалпы не істеу керек дейсіз ғой. Мен соны айтқым келіп тұр. Катарға мен қалай жалпы жұмысқа кірдім, соны айтқым келіп тұр. Катарға мен жұмысқа былай кірдім. Мен жалпы шетелге шыққым келіп жүрді. Катарға, Мидлисқа, бәрі болды маған, главное шетелге шығу болды. И мен әртүрлі вакансияларға тапсыра бердім. Соның ішінде Катарға, себебі мен Катарда ағам жұмыс жасады. И Катар туралы білемін, зарплаталар жақсы екенін білемін. Сондықтан Катардағы вакансияларға тапсыра бердім. Дубайдағы вакансияларға тапсырдым. Кейбірлеріне мені шақырды интервьюларға, кейбірлерінен мен олардан өткен жоқпын, соответственно. Бірақ жақсы опыт болды. Сондықтан сізге совет, сөйтіп вакансияларға тапсырыңыз, жақсы опыт болады. Бірақ түбінде мені жұмысқа алған ол нәрсе емес, то есть вакансияға тапсыру емес. Мен именно LinkedIn-да профиль толтырғаныма көмектесті, дұрыстап толтырдым да. Сол дұрыстап толтыру маған қатты көмектесті. Именно сол арқылы мен жұмысқа кірдім. Мені рекрутер LinkedIn арқылы тауып алды, маған хабарласты через LinkedIn, сөйтіп интервью болды. 4 интервью болды, содан өтіп
жұмысқа орналастым. Мен танитын қазақтардың бәрі де сол через LinkedIn кіріп жатыр жұмысқа. Сондықтан мен қайта айтамын, шетелге барғыңыз келсе LinkedIn-ді толтырыңыз, еще дұрыстап толтырыңыз. Дұрыстап толтыруды мен өзім сабағымда айттым, қарасаңыз болады, алсаңыз болады. Telegram бот бар, Азат Y бот деген логин, то есть Азат Y бот. Соған бірде жазсаңыз, мен бағанағы резюме қалай толтыру керек LinkedIn-нан сол туралы айтатын боламын. В общем, қараңыз. Плюс еще мен жалпы шетелге бару үшін не істеу керек деген бөлек видео жасадым. Оны көрген шығарсыз, мен осы жақында шығардым. Көрмеген болсаңыз, мына жерде ссылка шоу керекқа, видео біткенде соған басыңыз и қараңыз. В общем, осылай сіздерге бір пайдалы ақпарат бергім келді. Осындай сұрақтарыңыз болса жазыңыз, төменге жауап беруге тырысамын. Сол видео пайдалы болса, қазақтарға басқа бөлісіңіз тоже. Жалпы шетелге шығуға бір адамдарға көмек болсын, мотивация болсын деп жаздым бұл видеоны. Келесі видеоларда бұйырса кездескенше сау болыңыз.